ел иесі бар болса, елі ала болмайды деп бұқар жырау жырлағандай, бақыттың кілті болған ауыл жайлы тебіренбейтін жүрек болмаса керек. Ендеше Мұңбұлақ ауылындағы білім ошағына саяхат жасайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар ағай. Құрметті Сәкен Қажыбайұлы 1951 жылы алғаш 7 жылдық болып құрылған ескі мектептің бүгінде осындай кереметтей заман көркіне сай жабдықталып қайта жөндеуден өтіп мінекей ауыл балаларына, шәкірттеріңізге сапалы білім, саналы тәрбие беруде біраз жұмыстар атқарып келе жатқандарыңызды көріп отырмыз. Енді осы орайда осы мектеп, осы білім ошағы жөнінде өзіңізден бір жақсы мәлімет естісек, айтып берсеңіз. Дұрыс айтасыз, сауалыңыз өте орынды. Бұл 1951 жылы Мұңбұлақта 7 жылдық білім мектебі ашылған. Одан бері осы Қара Шаңырақ 1978 жылы құрылған болса, содан бүгінге дейінгі аралықта бір қанша елдің азаматтары осы Қара Шаңырақтан білім алып, бүгінгі күнде ауданымызда, қала берді, республика қала берді, шет мемлекетте, көрші мемлекет Қазақстанда беделді басшылық орындарда істеп келе жатыр. Өзіңізді Бұхара облысы кезінде Константин Демид Ушинский атындағы нөмірі 3-ші орта мектеп кезінде Бұхара облысына белгілі мектеп болған. Бұл жерден үлкен математик оқушылар тәрбиелеп шығарған. Сол бүгінгі күнде сол оқушыларымыздың алдыңғы қатар бітірушілері бүгінгі күнде Астанадағы мектептерде математика пән оқытушы, керек болса математикадан репетитор қылатын оқытушыларымыз бар. Бұл осы сол уақыттағы тәлім-тәрбие берген оқытушылардың осы Қара Шаңырақтың арқасы. Бүгінгі келер болсақ, мен де осы Қара Шаңырақтан 2005 жылы бітіріп түлеп ұшқан болсам, 2009 жылы осы мектепке келіп, халқыма, еліме қызмет қылып жатырмын. Содан бері осы мектепте 11 жылдан бері осы балаларымызға тәрбиелеудеміз. Бүгінгі осы Қара Шаңырақта 11 мектепте 21 оқытушы, 83 оқушыға тәлім-тәрбие беріп келмекте. 21 оқытушының 20-сы жоғары мәліметте, біреуі орта арнаулы мәліметке ие. Оқушыларымыз түрлі ауданда өткізіп жатқан түрлі білім саласындағы жарыстарда қатынасып, жүлделі орынды алып келіп жатыр. Мінекей жаңа айтып өткен оқушыларымыз, бітіруші түлек оқушыларымыз
мектепті бітіріп барып институтқа жоғарғы оқу орнына түсіп жатыр. Алдыңғы жылы ауылымыздың 2 азаматы бітіріп келіп, пединститутты бітіріп келіп, физика, ағылшын тілі маманы бойынша осы мектепте жұмыс істеп жатыр. Одан келесі жылы осы ауылдың балдары мемлекеттік педагогика институтының қазақ тілі бөлімін бітіріп келіп, бүгінгі күнде оқытушыларымыз жақсы бір тәлім тәрбие беріп келеді. Барлығы ауылдың түлектері, оқытушыларымыздың барлығы 100% ауылдың түлектері. Мінекей сонымен бірге президентіміздің жастар руханиятын жоғарылату және олардың бос уақыттарын мазмұнды өткізу бойынша белгілеп берген 5 маңызды бастамасы аясында осы мектепте жалпы қандай жұмыстар атқарылып жатыр, сол жөнінде айтып өтсеңіз. Өзіңіз айтып өткендей, президентіміздің 2017-2021 жылдарға жастарымыздың бос уақытын мазмұнды өткеру, кітапханалық бойынша қызығушылығын, спортқа деген қызығушылығын арттыру мақсатында 5 бастамасы жолға қойылды. Соның бірінші айтып өтетін, бірінші оқушыларымыздың кітапқа деген қызығушылығы, ән-күй үйірмелеріне қызығушылығын арттыру мақсатында мектепте ән-күй үйірмесі ұйымдастырылған. Оның сынып жетекшісі Қонарбаев Ерлан. Өзіңіздің шәкіртіңіз, Қалаберді өткен жылы өзіңіздің басшылығында ұйымдастырған жарыста біздің 2 оқушымыз жүлделі 2-ші және 3-ші орынды алып келді. Бұл президентіміздің бастамасы бойынша атқарылып жатқан жұмыстардың бір негізі деп айтсақ болады. Екінші бастамамыз спорт үйірмелері. Спорт жарыстарына мектепте бүгінгі күнде 83 оқушы, жоғарыда айтып өткенде 83 оқушы тәлім алып жатқан болса, соның 63 оқушы өзінің қызыққан спорт үйірмелеріне қатысады. 63 оқушы? 63 оқушы өздерінің қызыққан спорт үйірмелеріне қатысады. Бұл спорт үйірмесінде мектепте жалпы 3 спорт секциясы ұйымдастырылған. Күнделікті бірінші столный теннис, екінші шахмат, үшінші волейбол. Белгілеп берілген кесте негізінде балдар келеді. Барлық спорт үйірмелеріне қатысатын оқушылар барлығы спорт киімдерінде келеді. Барлық спорт жиһаздарымен тәмінлеп берілген. Қалаберді бұл спорттан ауданымызда өткізілген сыныбаралық, мектепаралық жарыстарда қатысатын оқушыларымыз 3-ші, Қалаберді 4-ші орындарға иеленіп келіп жатыр. Бұл да бір оқушыларымыздың спортқа деген қызығушылығы, оқытушының жемісі деп білеміз. 3-ші бастамасы президентіміздің ақпарат технология мәселесі. Бұл ақпарат технология осы жылдың өзінде мектебімізге Япониядан 13 тікелей совместный емес, 13 ақпарат технология компьютер алып келді. Оқушылардың бос уақытын мазмұнды өткеру бойынша компьютер сауаттылығын арттыру мақсатында қазіргі бүгінгі заманның талабы компьютер пәні оқытушы, информатика пәні оқыту үйірмелер атқарылады. 4-ші бүгінгі ең республика бойынша дүниежүзілік мәселесі оқушылардың кітапқа деген қызығушылығын арттыру. Бұл мектепте кітапханашымыз бар, кітапханашы Қалбаева Бағила деген апайымыз. Ол мектепке кітапхана үйірмесіне 24 оқушы қатынасады. Өзінің үйірмелері бар. Мектепте үйірмелеріне қатысып, түрлі курстан бері қатынасып, оқушылардың жүлделі орын алады. Қалаберді оқушылардың кітапқа деген қызығушылығын арттыру мақсатында бірқанша жұмыстар атқарылады. Сыныбаралық жұмыстар атқарылады. Бүгін бір тақырыпты берілсе, ертең сол кітапты оқып, белгілі бір мерзімде оқып келіп өзінің түсінігін айту. Бұл да бір оқушының қызығушылығын арттырады. Оның нәтижесінде оқушыларымыз кітапқа деген қызығушылық арттырады. Мен 5-ші сынып оқушысы Өсерова Балжан Амангелдіқызымын. Мен Жұба Молдағалиев атамыздың «Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген» жыр шумақтарын сіздерге тарту етемін. Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген. Жүргегімде таныстым мұң тіліммен. Жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген. Мен қазақпын, ажалсыз анамын мен. Құшағыма сыйдырам даланы мен. Пәк сәбеймін бесікте уілдеген. Дәуірлермен құрдаспын данамын мен. Мен қара көз, сұлумын, сайтан қызбын. Сайрай қалсам тілімнен балтамыздым.
сүйер болсам өмірде өле сүйер, қас батырмын қайрасқан балтам жүзін. Осындай бұл, білмеймін кімнен тудым, бәлки қалсақ, бәлки бір құннан тудым, деп шатыпты біреулер күннен тудым. Жоқ сірә мен қырақыл күннен тудым. Руым күн солардың аттарындай, мінезім бар таулардың қатпарындай, ән жырым бар бабалар қаттарындай, әжімім бар бейнеткер тақтарындай. Сонымен бірге жоғарыда айтып өткен сұхбатында бітірушілерді келіп, өзіміздің ауылдың бітірушілері келіп, мектепте сабақ беріп, институт бітіріп келіп, мектепте сабақ беріп алды ғой. Солардың мінекей екі ініміз Нұрқас менен Ерлан мінекей. Бүгінгі күнде бұлар да өздерінің алған білімдерін оқушыларға беріп, тынбай еңбек етіп жүр. Олай болса, Сәкен Қаржаубайұлы осы жас мамандардың өздерінің туған жеріндегі өздері ұшқан ұяға келіп атқарып жатқан игі істерінен естек. Жалпы ұстаз болуларына құттықтаймыз. Мінекей Нұрқасын, Ерлан, жалпы өздерінің жұмыстарын жөнінде айтып берсеңдер. Мен Қонарбаев Ерлан, бүгінгі таңда 6-ня мектебін 11-ші мектептен білім алып кеткен болсам, Абай мемлекеттік педагогика институтында қазақ тіл әдебиет пәнін бөлім бітіріп келіп, бүгінгі таңда өз туған жерімде, өз 6-нямда шәкірттер тәрбиелеуде жұмыстар алып барудамын. Мектебімізде музыка пәнін оқытушы болып та қызмет атқарамын. Және де бүгінгі таңда оқушыларға үйірмелер ашып, ауыл сазы атты үйірме ашып, онда жастарды музыкалық дәрістер беріп, домбыра үйрету, гитара үйрету, және де өлеңдерді өз нақышында орындауға бүгінгі таңда үйретіп барудамын. Және де менің мақсатым өз туған жерімнен алған, ұстаздарымнан алған білімімді келешекте өзімізден кейінгі жас ұрпақтарды тәрбиелеп, солардың санасына сіңдіруге, қызмет етуге атсалысамын. Және де бүгінгі таңда елбасымыздың осындай мектебімізді жаңартып берген үшін рахметімді білдірем. Отанымыз бұдан да әрі гүлдей жайнап, дамып баруына тілектеспін. Мен Садуақасов Нұрқасым, бүгінгі күнде осы ауылымыздағы 11-ші мектепті тәмамдап, осы мектепте жұмыс істеп келемін. Бұл мектепте жұмыс істеуіме себепші болған менің өзімнің ардагер атам Абдукарим Сахи және де өзімнің әжем Ырысқұлова Шәргүл әжемдер осы мектепті қалап, осы мектепте көптеген шәкірт тәрбиелеп істеп өтіп кеткен. Мен сол атам мен әжемнің және де анам осы мектепте әлі де жұмыс жасап келеді. Сол өзімнің әулетімнің ізін жалғастырып келемін. Мен сол әулетімнің ізін жалғастырып келе жатқаныма өте қуаныштымын. Бүгінгі күнде осы 11-ші сыныпты мектепте қазақ тілі және әдебиеті пәнінен оқытушылар сабақ беріп келемін. Мектебімізде мектеп оқушыларына сабақ беру сабақтандыру жұмыстар, осы шәкірттерді тәрбиелеп үлкен жетістіктеріне жетуге өз үлесімізді қосып келемін. Және де мектебімізде сабақтан тыс оқушыларға жас әдебиетшілер үйірмесін ашқанбыз. Президентіміздің бастамасы бойынша оқушыларға түрлі әдеби көркем сөздер, шығарма, өлең айту, өлең жазу сияқты нәрселермен шұғылдан үйретіп келеміз. Мінекей қадірменді ағайын, бүгінгі Мыңбұлақ ауылындағы 11-ші мектепке жасаған саяхатымыз, сұхбатымыз осымен тәмам. Келесі жексенбіде жүздескенше аман сау болыңыздар. Қашанда еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.